Сәлеметсіздер ме, білім алушылар, орындарыңызға отырыңыздар, бүгінгі сабақты бастайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі, педагогтың үздіксіз кәсіби өсуінің факторлары. Бүгінгі сабақтың жоспары 3 тармақтан тұрады. Оларды біз мына слайдтан көріп тұрмыз. Жоспарымыздың бірінші тармағына жауап алу үшін біз мұғалімнің кім екенін білуіміз керек. Мұғалім деген оқушы атаулыға үлгі болатын, оған адамгершілік қасиетін, тәрбиелікті үйрететін жан. Енді мұғалім жайдан-жай өзінің мәртебесіне ие болмайды. Ол өзінің білімін сараптан өткізіп, сыннан өтіп барып мұғалім мәртебесіне ие болады. Педагог атанады. Сол сындардың ішінде ең бастысы мәдениет. Мәдениет дегеніміз беті қолы жуудан бастап адамзаттың ақыл ойына қазіргі жеткен ең соңғы биігінің деңгейінің барлығы жатады. Мәдениеттің өзі екіге бөлінеді: рухани және материалдық. Мысалы, мәдениет туралы ғылыми ұстаз, тілші ғалым, мәдениет туралы тілші ғалым Балақаев былай деп айтқан: мәдениет оқу ағарту, ғылым, өнер, тағы да басқа рухани өмір табыстарының жиынтығы болып табылады. Енді рухани мәдениеттің түрлері. Рухани мәдениеттің өзі 4-ке бөлінеді. Бірінші ойлау білім мәдениеті, педагогикалық мәдениет, тіл мәдениеті және сөйлеу мәдениеті. Осы рухани мәдениеттің түрлерінің бәрі жақсы педагогтың бойында болуы қажет. Осы слайдтан көріп тұрғаныңыздардай, мұғалім тек оқушыға тапсырма бермей, онымен жұмыс жасай білу керек. Креативті ойлап, жан-жақты ойлап, әр баланың өзіне көзқарас табу керек. Қазіргі кезде мұғалімдер мәртебесі жылдан жылға өсіп келе жатыр. Мәртебе өскен сайын талаптар да, қазіргі уақытқа қойылатын талаптар да өсуде. Мына слайдта біз 8 басты талапты көре аламыз. Біріншісі, балаларға және педагогика қызметіне деген сүйіспеншілік. Мұғалім болатын жан өзінің жүрегіне байланысты педагог мамандығын таңдауы керек. Егер мамандықты тек ақша үшін немесе басқа зат үшін таңдайтын болса, ол балалармен жұмыс жасай алмайды. Өзінің мамандығының бар жан дүниесін аша білмейді. Екінші, балаларды оқытатын салада арнайы білімнің болуы. Әр педагогтың орта білім және жоғарғы білімі болу керек. Жоғарғы білімде ол өзінің балаларға, білімгерлерге, білім алушыларға оқытатын сабағын толықтай меңгеріп, сыннан өтіп барып жұмысқа тұруы қажет. Үшінші, кең эрудиция. Төртінші, педагогикалық интуиция. Педагог баланың бет әлпетіне қарай отырып, оның жан дүниесін сезе білуі қажет. Бесінші, жоғарғы дамыған интеллект. Алтыншы, жалпы мәдениет пен адамгершілік, адамгершіліктің жоғарғы деңгейі. Балаларға ұрса бермей, тек қана тапсырма беріп отыра бермей, біз олардың жағдаятын түсінуіміз керек. Жетінші, балаларды тәрбиелеу мен оқытудың әртүрлі әдістерін кәсіби білу. Сегізінші, ең бастысы деп ойлаймын, креативті ойлау. Сабақты қызықты өткізе білу керек. Балалар сабаққа тек білім аламын деген мәжбүрмен келмей, оларға сабақ оқу қызықты болу керек. Әртүрлі ойындар, қызықты слайдтар, жаңа технологиялармен жұмыс жасай отырып, балаларды өзінің сабағына қызықтыру керек. Кәсіби құзыреттілік және педагогикалық шеберлік. Педагог деген өзінің шеберлігін тек жоғарғы біліммен тоқтата салмай, одан кейін де оны дамытуы керек. Даму барысында практика ғана жауап бермейді.
Педагог деген оқушыларды оқыта отырып, өзі де оқу. Айтардай, педагог деген балалармен жұмыс жасау білуі қажет. Жұмыс жасай отыра, ол өзінің де шеберлігін дамытады. Енді жоспарымыздағы 3-ші тармаққа жауап алайық. 3-ші тармақ мынандай сұрақ қояды. Педагогты кәсіби өзін-өзі тәрбиелеуін ұйымдастыру. Оның құралдары, формалары және әдістері. Педагог тек оқушыларды оқыта қоймай, өзі жан-жақты даму керек. Даму үрдісінде болу керек. Ол тек практикамен шектелмеу керек. Өзін-өзі дамытып, жаңа ғасырдың барлық мүмкіндіктері мен артықшылықтарымен қолдана білуі қажет. Мына слайдта ұлы ойшылдардың педагогтың дамуы туралы айтылғаны бар. Бұл жерде педагогика терминін қосқан Ушинский, орыс ғалымы Ушинский, ежелгі Рим ойшылы Сенеканың сөздерімен таныса аламыз. Бұл өте маңызды. Сенеканың айтуынша, басқаларды үйрете отырып, біз өзіміз үйренеміз. Ал педагогика негізін салушы Ушинский былай деп айтады. Мұғалім өмір бойы оқиды, ол оқуды тоқтатқан бойда оның ішіндегі мұғалімі ұстазы өледі. Енді сабағымызды қорытындылайық. Педагог қанша талап, өзгеріс, байланыс қойылса да бәріне сәйкес келуі керек. Ол заманмен бірге даму процесінде жүруі керек. Ол сағат сияқты, сағаттың тілдері сияқты үнемі қозғалыста болады. Педагог деген ол біздің болашақтың анасы деп те айтсақ болады. Енді сабақты қорытындыладық, сабақты өттік, бәріңіздің сабақты түсінді деген ойдамын. Енді сіздерге менің бір сұрағым. Педагог сіздердің ойларыңызша кім? Ол адамгершілігі мол. Педагог еркін тұлға. Педагог ол шыншыл. Педагог адамгершілігі мол. Педагог ол бәсекелестікке қауқарлы жан. Педагог еріктеуші. Педагог мәдениет адамы. Педагог адам жанының зерттеушісі. Педагог ол еркін тұлға. Педагог оқушының жан тіліне үңілетін адам. Педагог ол психолог.